Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Уран, үлкейтілу, алдағы, іске қосу, тіл табысу, береке, мін, тану. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Девиз. Увеличивать. Предстоящий, будущий. Ввод в действие. Найти общий язык. Благодать, достаток. Дефект, изъян. Узнавать. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Қазіргі заманның жастарға арналған жұмбағы. Бір елді сипаттап берейін. Бұл елде бір партияның ұраны, мақсатымыз жұртымыздың берекесін жақсарту, бұқаралық ақпарат құралдар арқылы жарияланған. Партияның басқа ұраны, алдағы жоспарымыз халықтың байлығын үлкейтілу, газеттерден, радиодан білдірілген еді. Елдің экономикасы орасан қадамдарымен дамып жатты. Жыл сайын мыңдаған заводтар іске қосылған. Елдің көптеген ұлттары бір-бірімен тіл табысып, бейбітшілікте де ынтымақтада өмір сүріпті. Олардың арасындағы қарым қатынастары мінсіз болыпты. Білім беру, медицина, тұрғын үйлер тегін болыпты. Халық жұмыссыздық немесе инфляция туралы ешқашан уайымдамады. Халықтың байлығы шынында жылдан жылға үлкейтіліп жатты. Осы ертегідегідей елді тана аласыз ба? Загадка для современной молодежи. Опишу вам одну страну. В этой стране у одной партии был такой лозунг. Наша цель – улучшить благосостояние нашего народа, которые оповещали через средства массовой информации. Другой лозунг партии – наша предстоящая задача – увеличение народного богатства, сообщался в газетах и по радио. Экономика страны развивалась огромными шагами. Ежегодно запускались тысячи заводов. Многочисленные национальности страны находили общий язык друг с другом, жили в мире и согласии. Отношения между ними были безупречными. Образование, медицина, жилье были бесплатными. Население никогда не беспокоилось о безработице или инфляции. Богатство народа действительно росло год от года. Сможете узнать страну, похожую на эту сказку?